Сәлем достар, біз фотошоптағы сабағымызды жалғастырайық. Өткен сабақта біздер сіздермен бірге төртбұрыш инструментімен танысқан болатынбыз, Енді бүгінгі сабақта инструмент лассо. Осымен танысатын боламыз. Және де көріп тұрғандарыңыздай ыстық клавишасы L болып табылады, және де мына үшеу көрсетілген, жалпы үшеу көрсетілген. Енді бұларды ішінара ауыстыратын болсаңыздар, онда Shift пен L-ді қосып тұрып ауыстыра аласыздар. Міне, екеуін қоссаңыз, келесіге ауысты. Тағы да Shift L-ға тағы басатын болсақ, тағы келесі түріне ауысты. Осылай. Енді осы біріншісінен бастайық біздер. Біріншісін таңдап алайық та, өзімізге керек жерді таңдап жүргізе бастайық. Және де ұштарын осылай біріктіреміз де, жаңағы немізді босатып жібереміз, мышканың сол жағын. Осылай белгілеп аламыз. Не болмаса, жай ғана белгілейміз осылай. Сосын, егер осылай осы жерде босататын болсақ, онда ол автоматты түрде программа өзі біріктіріп жібереді екі ұшын. Сосын, егер де біз осы белгіленген аймақтың сыртынан бастап белгілейтін болсақ, мысалы үшін міне былай. Мынау тұр ғой аймақ, енді біз мына сыртынан бастап белгілейтін болсақ, онда жаңадан салған болып есептеледі. Ал егер де айтатын болсақ, егер де осы аймақтың ішінен салғымыз келсе, онда оны орнынан қозғаймыз. Яғни ішінен салу келмейді. Жай ғана ол орнынан қозғалады. Осылай. Және де оның ыстық клавишасы Ctrl болып табылады. Өткен сабақта өткенбіз біздер оны. Оған басатын болсақ, осылай белгіленген аймақты кесіп аламыз. Және де оны кері қайтару үшін Ctrl Z, оны біз білеміз, орнына қоямыз. Сосын тағы да өткен сабағымыздай, осында да қосымша опциялар бар. Міне көріп тұрсаңыздар. Қосу, алу, қиылысу опциялар, Мысалы үшін қосуға басатын болсақ, осыған, яғни тағы бір бөлшегін қосамыз, тағы бір аймағын. Міне, осылай қосылады. Ал енді алуға басатын болсақ, алу белгісіне, онда мына жерден алынады сол бөлшектің мөлшері, Келесі опция соңғысы, ол яғни қиылысу. Оны белгілейтін болсақ, осылай өзінің белгіленген жері ғана қалады, қиылысқан жерлері. Ыстық клавишалары сол өткен сабақта көрсеткендей. Сосын мұнда растушевка бар, оны кейін тағы көрсетермін. Сглаживание, выделение и маска. Оларға жеке сабақта өту керек. Сосын инструмент прямоугольное лассо. Оны белгілеп аламыз. Нүкте ең басына бастап қоямыз мына жерге. Сосын ары қарай өзімізге керекті точкаларды, нүктелерді осылай белгілеп жүре береміз. Мен енді жай мысал үшін жай келтіріп жатырмын. Сіздер ертең жұмыс жасайтын болсаңыздар, әдемілеп саларсыздар. Сосын екі басын осылай
қосамыз. Осылай белгіленеді. Ал егер де сыртынан бастасақ, онда тағы да жаңадан аймақ басталатын болып есептеледі. Бағанағы көрсеткендей бірінші инструменттегі сияқты. Ал бізде келесі инструмент магнитное лассо. Біз мұнда бастапқы нүктесін қоямыз. Сосын ары қарай жүре берсек, онда программа ары қарай өзі нүктелер қояды. Өзі подсказка беріп, өзі нүктелерді ары қарай қойып отырады. Не болмаса, арасында керекті точканы біз өзімізде қоя аламыз. Осылай басып жерсек, қойылып кетеді. Ал енді қоймайтын болсақ, онда программа өзі автоматтан қойып береді. Осылай қоя аламыз. Және де біз мысал үшін осыны осылай салып келе жатырмыз. Сосын қандай да бір қателік жіберетін болсақ, онда Backspace клавишасына баса аламыз. Міне, көрсеңіздер, бір точка кейін қайтты. Сосын тағы да бассақ, тағы келесі точка өшеді. Осылай ошибкаларымызды кері қайтара аламыз, және де өзімізге керекті аймақты тағы да белгілеп алуға болады. Және де осы салып келе жатқан аймақты мышканың сол жағына 2 рет бассақ, өзі автоматтан бірігеді. Жаңағы мен сіздерге алдағы видеоларда көрсеттім, сол кездегідей. Ал енді оны 2 ұшын біріктіргіміз келсе, осылай салып келе жатамыз да, онда аяғына дейін жеткізіп, мынаның басындағы ұшына апарып, екеуін 1 рет басып, клавиш жаңағы мышканың сол жағына 1 рет басып, осылай біріктіреміз. Сосын айта кетейін, мұнда да сондай опциялар, сондай командалар бар, жаңағы плюс, минус деген сияқты. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, осыған да жұмыс жасай береді. Плюс, минус және қиылысулар. Бірақ та мұнда мынандай панельдер пайда болады. Ширина, контрастность, частота. Бұл қандай параметрлер? Енді соларды ашып көрейік, сол параметрлерді. Ширинасы бізде әдеттегідей 10 пиксельде тұр. 10 пиксельмен салып көрейік, қалай болады екен. 10 пиксельмен салғанда баяу жүреді екен. Вот, осылай баяу белгіленеді. Ал енді мынаны мысал үшін 100-ге апарып қояйық пиксельді. 100-ге апарып белгілеген кезде бұнда енді біраз өрескелдеу болады, бірақ та анық көрінеді. Келесі бізде контрастность. Ол магниттік лассо траекторияларын ұзарту болып табылады. Бұл жерде программа өзі пиксельдер бойынша жалпы оны қарастырады. Негізінде осы размермен жасаған ыңғайлы, жақсы. Ал егер де сізге
сіз параметрін ауыстырғыңыз келсе, онда настройкадан кіріп ауыстыра аласыз. Сосын бізде мына жерде келесі частота, оған келетін болсақ, мысалы біз алайық 57 мен белгілейік, қалай болады. 57-ні көреміз. 57 мен белгілегенде осылай болады. Енді 57-нің орнына 100-ді қойып көрейік. 100-ді қоятын болсақ, онда мына арасындағы нүктелер жиіленеді. Байқап тұрсаңыздар, нүктелер жиі салынып жатыр. Ал жаңа 57-те кішкене сиректеу болған, көрген болсаңыздар. Және де бұнда асықпай жүретін болсақ, одан да жиі болады нүктелер. Келесі сабақта біз инструмент быстрое выделение және волшебная палочка инструментімен танысатын боламыз. Және де мышканың оң жағына басқанда мынандай параметрлер шығады. Осылармен де танысатын боламыз. Ал сіз сол жаңа видеоны жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп алыңыз. Сау болыңыз.